mezgili kun salqındaydı. Soğuk болады, кейде боран соғады. Жердің беті ақ көкке жабылғандай әппақ ал. Қыс мезгілінде көкшіл өсе ме? Қыс мезгіліне қарамастан мен сіздерге 7 күнде өсіп шығатын жасыл шөпті қалай өсетінін көрсететін боламын. Ал менімен бірге болыңыздар. Арпаны тазартып, шулап 12 сағат салып қоямыз. Сүзіп алып, табаққа 2 сантиметр қалыңдыққа жаямыз. Екі табақ арпа дайын болды. Етін жауып, екі күнге жылы жерге қоямыз. Әсілерсін су себіп, ылғандандырып тұрамыз. Негізі бұл әдіс топырақсыз өсімдіктерді тез әрі үнемді өсіруге мүмкіндік береді. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін кішкентай ыдысқа салып алдым. 7 күнде осындай жап-жасыл жапырақтар өсіп шықты. Осыларды қиып алып тауықтарға береміз. Үй құстарына тауық, әкеш, қаз үйреп жатады. Біз үйде тауық пен әкеш бағамыз. Тауық жұмыртқаны көп беру үшін жем шөптерін жақсылап беру керек. Мен өсірген мынаны шөп жеген тауық мол жұмыртқа береді. Маған үйде осы әс арқылы жасыл шөптер, жемістер өсіріп шығару өте ұнайды. Алдағы уақытта үйде қыста жемістер өсіруді үйде үйренемін. Қош сау болыңыздар.